Ассалаумағалейкум достар, сіздермен тағы да кездесіп отырмын. Сіздермен бірге Асқар, Бол Асқар Нұраков YouTube арнасы. Бүгінгі айтайын деп отқан тақырыбым өте маңызды. Сіздер оны назарларыңызды қойып тыңдаңыздар. Чайларыңызды алып, печеньелеріңізді алып, әрине тыңдап, алдағы уақытыңызды маған бөліңіздер. Сіздердің көп уақыттарыңызды алмаймын. Сіздерге өте маңызды. Сіздер істеңіздерді, түсініңіздерді, істеп көріңіздер. Егер түспейтін болсаңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. Бұл сіздерге өте маңызды айтайын. Өмірлеріңіз өзгеріп кетуі мүмкін Аллахтың қалауымен. Біріншісі не, екінші не, үшінші не деп қазір бірнәрселер бірлеп айтып берем. Мысалы айтпас бұрын неге мен 1, 2, 3, 4, 5 себеп, 4 себеп, 6, 3, 2, 1 деп айтатырмын. Себебі адамның ақылына қону үшін, мен көп сөйлемейтінімді білдіру үшін, осы 3 нәрсені білсең, осы 4 нәрсені, осы 5 нәрсені, осы 2 нәрсені, 2-ақ нәрсені білсең деген сияқты мен әдейі айтатын нәрселерімді санға бөліп айтамын. Себебі тыңдаушының адамның назарын қатты бөліп барып, оның түсінуіне, жіктеуіне, себебі біздер адам баласымыз қолдарымызда 5-10 саусақ, балаларға да осылай үйретеді. Басында 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сөйтіп үйретеді. Сондықтан да мен осы санға бөліп адамның несі табиғатына сәйкес қылып айтуға қалай айтсам екен, ең самый сіздерге түсінікті болса екен деген ниетте жасап отырмын. Сол үшін де бүгінгі тақырыпқа оралайық. Бұл сіздер үшін өте маңызды. Осы үш нәрсені өмірде қолданатын болсаң, кез келген салада табысты боласың дейді. Мен ол теманы айтқанмын, басынан талай өткізгенмін. Енді сіздерге де айтатыным сол, осы үш-ақ тема, 1, 2, 3 оп-оңай. Ал кеттік ендеше. Біріншісі, мышлениең дұрыс болуы. Бұл барлық істердің алды. Мышление ол мидағы блоктардан арылу. Алдағы уақытта айтып кеткенде мышление жайлы дұрыс болу қалай дұрыс болады, ол қалай дұрыс болмайды. Дұрыс болудың себептері өз ісіңе өзіңді сендіре аласың. Мысалы, бір нәрсені, мен мысалы ютубер болып жатырмын. Мен өзім сенбесем, біреу басқалар қалай сенеді? Біреудің сенгені даже маңызсыз. Ал өзің сенетін болсаң, сен ол бүкіл ісіңді амалға алып келеді. Сен қазір бір жерге барасында, мен ертең жұмысқа барам, аула сыпыратын адаммын мен. Аула сыпыратын адаммын. Өзімді сендіріп қойғам, ертең мен жұмысқа барам, аула сыпырам, өйткені мен ақша алатыныма сенімдімін. Сөйтемде бүкіл нәрсесіне қарамай, ауырлығына, қиыншылығына, суықтығына, ерте тұру керектігіне қарамай мен аула сыпыруға шығам. Себебі мен не істеймін? Себебі мен сол іске сеніп тұрмын. Сол айтқандай, кез келген істе анық іске сенетін болсаңыздар, ол сізді іске артты, яғни жұмысқа алып келеді. Яғни кез келген істе табысты болу үшін ең бірінші сенімділік керек. Яғни сол іске сенуің керексің, өзің сенуің керексің. Мидағы блоктан айырылу. Блоктан айырылу деген неміз білесің ғой. Мен қолымнан келмейді, үстімнен балалар күледі, достарым мазақтайды, туысқаным ұрсады, әке-шешем айқайлайды. Сен өзің сеніп тұрған нәрсені басқалар сенбейтіндігін біліп, сол нәрседен тежеп қоясың. Егер осы нәрсе болатын болса, сен табысты бола алмайсың сала кез келген істе. Сен бірінші кез келген істе табысты болу үшін мидағы жаңағы блоктарды арылу керексің. Үшінші нәрсе, кешіріңіздер, біріншінің сол үшінші нәрсесі, бір нәрсенің өзі бөлініп жатыр. Мышлениең дұрыс болуының өзі үшке бөлінеді. Әртүрлі отмазкадан аулақ болу. Отмазка деген білесіздер, жаңағындай, мен қолымнан келмейді, енді үйтіп қалдым, шаршап тұрмын, ұйқым келіп тұр еді. Бір күні бір жігітке айтам, контент түсіріп жүрміз, жүріп кеттік, базарға барып, көліктерді түсіріп көрейік, контент шығаруымыз керек, көптен бері контент шығармадық. Сөйтсем, ана жігіт айтады, маған звондайды, мен Асеке дейді, шаршап тұрмын, жаңа базарға бардым, ыстық күн, енді бәрі заттарды айтып жатыр маған. Сосын бір кезде білдім отмазка екенін. Все, білдім. Сосын келген кезде айттым ана жігітке, мынау отмазкаң сені жақсылыққа апармайды. Мен сені түсінемін, шаршап тұрған шығарсың, ұнамай тұрған шығар, ерініп тұрған шығарсың, күн ыстық болған шығар мейлі, түсініп тұрмын. Бірақ бұл отмазка сені жақсылыққа апармайды. Бір отмазканы жасайтын болса, сен үйрене бересің, отмазка. Бір затты табасың, бір нәрсені істеу керек. Менің микрофоным жоқ, менің телефоным сынып қалған, менің ноутбугым шырылдап кетеді, тағы не, интернет жоқ. Істейтін адам отмазка жасамай-ақ істеу керек. Бұл мидағы блокқа алып келеді, есіңде болсын. Мида бас істемейді, ми сенбейді, жақпайды еріншектік. Еріншектік, жалқаулық ол жақсылыққа апармайды. Өздеріңіз білесіздер. Бұл біріншінің ішіне кіреді барлығы, мышлениең, мидың дұрыс жұмыс жасауы. Яғни сіз кез келген істе табысты болу үшін мышлениеңіз дұрыс болу керек. Екінші нәрсе навыкты, қабілетті арттыру керек. Қабілетті арттыру керек дегенді толықтай айтып кететін боламын. Қабілетті біздер әр саланың профи маманы болу. Біреу программист, біреу бухгалтер, біреу
экономист, біреулер мұғалім, біреулер ағылшын тілінде маман, ағылшын тілінің маманы, тіл маманы, берет, қазақ тілінің маманы, жалпы айтқанда өз саласының маманы. Сол өзінің салаңның мамандығын сен арттыру керек. Сен үнемі арттырып отыратын болсаң, сен кез келген істе салада табысты боласың. Ол енді толықтай ашып айтып кететін болсақ, навыкты арттыру үнемі ізденісте болу дейді. Осын жазып қойыңыздар. Навыкты арттыру үшін біз үнемі ізденісте болуымыз керек. Себебі бір орында тұрмайды ол профессия, ол дамый тұрады, дамый үстінде сізді конкуренттер айналып өтеді. Сол ішінде сіздер үнемі ізденісте болу керексіздер. Сол тағы да айтатын нәрсе, сол салада, яғни мен ютубер болсам, сол салада жаңалықтардан хабардар болар. Мысалы, ютубтың обновлениясы, алгоритмдердің барлығын мен документацияларын оқып отыруым керекпін. Сол салада сіздер үнемі жаңалықтарды аңдып, қарап, тексеріп, оқып, үйреніп отыру керексіздер. Сол саланың тарихын білу дейді. Қалай келді, не істеді, көптеген нәрселерді білу. Мысалы, YouTube қалай пайда болды, қай жылы пайда болды, қайткен адамдар алдыға дамыды, кімдер дамымай қалды, бұрындар 2006, 2007, 2008, оның основательдері кім, жалпы айтқан кезде өз салаңның тарихын білуің керексіңдер. Соңғысы жаңағы айтқан екінші нәрсенің соңғысы, сол саланың мықты маманы болу. Әрине, осылардың барлығы жинақталғаннан кейін сіз осы саланың мықты маманы боласыз. Ал осы самый үшінші нәрсені айтатын болсақ, бұл дисциплина. Алдағы уақытта өткенде айтқандай, алдағы уақытта да айтамыз, бұл қайталап айтатын себеп бұл әр нәрсенің жинақталғанына байланысты. Дисциплина ол жаңағы айтқандай өзіңнің режим работы дейді ғой. Былай айтқанда уақытында барлық нәрсені жасау. Мен дисциплина деп айта берейінші, дисциплина болу. Мысалы біреу айтады, менің дейді, бір миллиардер айтады, менің әскерге барғанның пайдасы дейді, дисциплинаны үйрендім дейді. Таңертең ерте тұру, уақытында жұмыс жасау, уақытында ұйықтау, уақытында тамақтану, спортқа бару, залға бару деген сияқты, жүгіру, жүру, ойлану, барлық нәрсе ол сізді жалықтырмау керек. Дисциплинаға адам үйренеді негізінде. Мен де басында қалай болса солай, бір күн істеймін, 15 күн демалам, басқа жерге жұмысқа кірем, шығам, кірем деген сияқты. Дисциплинаның жоқтығынан менде нәтижелер болмады, ақшаның да азайғаны, немесе ақша түспейтін болып қалды. Ал қашанда біз дисциплинаны қолға алған кезде, біздің уақытымыз, жұмысымыз нәтижелі болып, есесіне табысымыз көбейіп, сондай болған жағдайлар бар. Енді өздеріңіз де білесіздер, не үшін сіздер бір жерден айлық аласыздар? Өйткені ерте барасыздар, уақытында барып, уақытында қайтасыздар. Сол себепті айдың соңында жалақыңызды аласыздар. Неге? Бұл дисциплинаның болғандығынан. Сіздер де егер өз уақыттарыңызды солай бөлетін болсаңыздар, өте керемет, өте сіздер табысты боласыздар. Міне, осы айтатын нәрсе. Дисциплинаға не кіреді деген кезде айта кетсек, үйрену, қайталау, жұмыс істеу, еңбектену жолында үнемі жалғаста болу. Осы дисциплина жалғаста болу деген сөз. Бір күн істеп, 10 күн жатып, немесе бір күн істеп, 10 күн ұмытып кетіп, сол нәрсені қайттан келіп, ол ешқашанда сізде табысқа келмейді. Ол сенен кейін табысты маман да, бизнесмен де шықпайды. Осы үш нәрсе айта кетсек, осы үш нәрсені өмірде қолданатын болсаң, кез келген салада табысты боласың бұйырса. де. Әрине бұл еңбек, бұл себептер бұның бәрі. Мышлениең дұрыс болуы, біріншісі мышлениең дұрыс болуы, екіншісі қабілетті арттыру, үшінші дисциплина. Осы үш нәрсе міне өте маңызды нәрсе. Сіздермен бірге болған Асқар. Арнаға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер, сау болыңыздар.